Барша қазақстандықтар көріп сақ болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басып ұнатпаңыз. Қар және жаңбыр, Алматы көктайғаққа дайындалып жатыр. Алматыда коммуналдық қызметтер көктайғақ құбылыстарына дайындалып жатыр. Қазгидромет деректері бойынша 16 ақпанда таңнан бастап 17 ақпанда түнге дейін Алматыда жауын-шашын болады. Жауын-шашын қалың қарға ұласып, ауа температурасы кешке қарай -20 градусқа дейін төмендейді. 17 ақпанға қараған түні -22 градусқа дейін, күндіз 17 ақпанда -14 градусқа дейін төмендейді. Ал 16 ақпанда таңертең тұман, жолдарда көктайғақ болады деп болжанған. Қар тазалау жұмыстарына барлығы 483 арнайы техника мен 1180 жол жұмысшысы жұмылдырылған. Болжамды көктайғаққа жолдардың жүріс бөлігін қар басуына байланысты автокөлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілерден қауіпсіздік шараларын сақтауды сұраймыз. Видеомыз кеңінен таралып, барша қазақстандықтар сақ болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.